Сәлем достар, сіздермен EasyKZ инвестиция және қаржылық сауаттылық тақырыбын қазақша және қарапайым тілмен түсіндіретін арна. Бүгінгі видео әрбір инвестор тапсыруы тиіс салыққа байланысты болмақ, яғни 240 форма. Бұл видеода осы форманы толтыруға қажетті есепті қайдан және қалай алу керектігімен бөлісетін боламын. Ал келесі видеода салық төлеудің формасын қалай толтыруға болатындығымен бөлісемін. Бірінші, брокерден есепті алып алуыңыз керек. Кейін 240 форманы толтыра берсеңіз болады. Салықтық декларацияны наурыз айының соңына дейін тапсыру керектігін ұмытпаңыздар. 240 форманы толтыруға арналған барлық ақпаратты өзіңіздің брокеріңізден ала аласыздар. Қанша брокеріңіз бар, сол брокердің барлығынан операциялар жайлы ақпаратты жинақтайсыз. Үзінді көшірме, яғни операция жайлы ақпарат 2023 жылдың 1 қаңтарынан бастап 2023 жылдың 31 желтоқсан аралығындағы уақытта болуы керек. 2024 жылы 240 форманы, яғни салықтық декларацияны 2023 жыл ішінде жасалатын операцияларға негізделе отырып тапсырасыз. Үзінді көшірмені алуды Халық, Freedom Finance, Табыс және Жусан брокерлерінен көрсететін боламын. Салықтық декларацияны толтырмас бұрын бірінші осы ақпараттарды алып алған дұрыс. Ендеше бастайық. Бірінші, сіздерге жыл ішіндегі үзінді көшірмені қалай табыс қосымшасынан алуға болатындығын көрсетемін. Ең бірінші, әдеттегіше табыс қосымшасына кіреміз. Кейін төменгі жақтан бейін бөліміне өтеміз. Сіздерде осы бет ашылуы керек. Осы жерде құжаттар деген жазудың үстінен басып, осы бетке өтеміз. Ашылған беттен үшінші тұрған операциялар бойынша есеп деген тарауға кіреміз. Сіздерде келесі бет ашылады. Бұл бетте уақыт аралығын таңдаймыз. Жаңа айтып өткендей, бір жыл іші болғандықтан 01.01.2023-тен бастап 31.12.2023-ке дейінгі уақыт аралығын белгілейміз. Уақытты таңдап болған соң, сізде ақпаратты алудың екі жолы ұсынылады. Біріншісі экранда, екіншісі поштаға. Осының біреуін таңдап, операциялар жайлы ақпаратты өз телефоныңызға жүктеп алатын боласыздар. Сіздерде келесіде ақпарат экраныңызда көрсетіледі, немесе поштаңызға жіберілетін болады. Енді Freedom Finance брокерінен есепті қалай алуға болатындығын қарастырайық. Оны екі жолмен, яғни компьютерден кіріп, сайт арқылы немесе телефондағы қолтаңба арқылы алса болады. Бірақ алдын ала айта кетейін. Егер сайт арқылы алатын болсаңыздар, өздеріңізге жеңіл болады. Себебі сайт арқылы алғанда ақпарат өңделіп, рет-ретімен жазылып берілетін болады. Ал қолтаңба арқылы алатын болсаңыздар, алынған ақпаратты өңдеу керек. Ол сіздің біршама уақытыңызды алуы мүмкін. Сол себепті сайт арқылы алуды қарастырайық. Ол үшін келесі сайтқа кіреміз. Сайттың сілтемесін төменде белгілейтін боламын. Осы сайтқа кіргеннен кейін өзіңіздің поштаңызды және пароліңізді жазасыз. Сіз телефон нөміріңізді енгізіп, оған келген код арқылы да кіре аласыз. Мен телефон нөмірі арқылы кіретін боламын. Менің нөміріме 6 цифрлы код келеді. Соны осы жерге енгіземін. Сізде менікінде 2 шот ашылса, сауда шотына кіресіздер. Осыдан соң негізгі бет ашылады. Бұл жерден жоғарырақ бөлімдегі 3 сызықшаны басасыз. Осы сызықшаларды басқан кезде келесі ақпараттар тобы көрсетіледі. Осы жерден брокер есептері дегенді таңдайсыз. Оны таңдағаннан кейін барып қана келесі бет ашылады. Бұл жерде жоғарғы бөліктегі қызметтер арасынан брокер қызметін таңдайсыздар. Ал төменгі жағынан Қазақстан Республикасының салық декларациясы бойынша операция туралы есеп деген бөлімге өтесіздер. Кейін есептік жазба арасынан брокерлік шот дегенді таңдайсыз. Кейін жыл, яғни 2023, соңғысы валюта, КЗТ болып қалуы қажет. Ең соңында дайын болған есепті PDF немесе Excel түрінде жүктей аласыздар. Excel түрінде жүктесеңіздер, өздеріңізге есептеуге жеңіл болады. Есеп автоматты түрде компьютеріңізге жазылады. Ашқан кезде шамамен осындай форматта болады. Осымен Freedom Finance брокерінен есепті алу дайын.
егер сіздің шотыңыз Белизде болса, яғни офшорда ашылған болса, онда келесі сайтқа өтіп, осы жерден алсаңыздар болады. Сайт сілтемесін төменде қалдыратын боламын. Келесі есепті Шусан брокерінен қалай алатындығымызды қарастырайық. Бірінші, Шусан банк қолданбасына кіресіз. Кейін инвестиция бөліміне өтесіз. Сізде келесі бет ашылады. Осы бетте есептер немесе отчеты деп жазылған жазудың үстінен басасыздар. Сіздерде келесі бет ашылғаннан кейін экранның жоғарғы жағынан оңға қарай сырғытып реестр отчетов деген жазуды таңдап үстінен басасыздар. Таңдағаннан кейін төменгі жағындағы тоқсары «Выгрузить отчеты за 23 год» дегенді таңдайсыздар. Кейін сізде есептің қай почтаға жіберілетіндігі туралы ақпарат шығады. Келісім білдіріп «Отправить» деп басасыздар. Есеп сіздің телефоныңызға осындай форматта келіп түседі. Сіздің Жусан Инвест бойынша есебіңіз дайын. Келесі Халық банк. Өкінішке орай, Халық банк бойынша экранды жазу бұғатталған. Сол себепті сіздерге ауызша түсіндіре кетейін. Әдеттегіше Халық банк қолданбасына кіресіздер. Кейін Инвест деген бөлімге кіресіздер. Осы бетте операциялар деген батырманы басасыздар. Экранның жоғарғы жағынан уақыт аралығын таңдайсыздар. Ал сол жағында беттің суреті көрсетілген суретті бассаңыздар, сіздерге есептің 4 түрі ұсынылатын болады. Солардың ішінде бірінші тұрған выписка с лицевого счета деген жазуды таңдайсыздар. Осы шыққан есепті өзіңіздің поштаңызға жіберіп алсаңыздар болады. Осымен достар, 240 форманы тапсыруға қажетті барлық ақпаратты дайындап алдыңыздар деп үміттенемін. Келесі шығатын видеода 240 форманы қалай толтыратындығымызды көрсететін боламын. Сол үшін арнаны жоғалтып алмас үшін тіркеле отыруды ұмытпаңыздар. Сұрақтарыңыз болса, пікір қалдырып кетіңіздер. Барынша жауап беруге тырысатын боламын. Назар салып, видеоны соңына дейін тыңдағандарыңызға рахмет.